Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге мантының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймыз. 300 грамм суымызды құйып аламыз. Таза ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды саламыз. Тұзымызды саламыз, дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұнымызды саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, осы каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, осы видеоны туған туыстарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. 1 шай қасық сұйық май құйып жібереміз. Орташа тығыздықта қамыр илейміз. Менің каналымда неше түрлі дәмді рецептер бар. Каналыма өтіп кіріп көрсеңіздер болады. Дәл осындай тығыздықта қамырымызды илеп аламыз, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге керек фарш, шегілген ет және пияз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка, тұз салдым. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 10 минут тұрды. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды домалақтап жуалаймыз. Менде осы 2 қамырдан 3 лист, 3 ыдыс яғни манты шықты. Қамырымыз жуалап болғасын тағы 5 минутқа қоямыз. Біреуін алып қоямыз, біреуін жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Дәл осындай жұқалықта болады, яғни дастарханымыз көрініп тұру керек. Қамырымызды кесіп аламыз. Үлкенде 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады, немесе шағын 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Каналыма міндетті түрде өтіп кіріп көріңіздер. Қысқа арналған салаттардың, компоттардың рецептері бар. Өте дәмді болып шығады. Керек қамырымызды жайып аламыз осылай. Фаршымызды, яғни салмамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Жайған қамырымыздың ортасына салып шығамыз. Мен көрсеткендей етіп бүгесіздер. Өте оңай, әрі дәмді. Негізі мантыға пиязы кішкене көптеу болса, суырақ дәмді болады. Табамызды майлап алып, мантымызды осылай қойып шығамыз. Мантымызды қойып болған соң, мантымыздың бетінде сұйық маймен майлап шығамыз.
беті кеуіп қалмас үшін. Суымызды алдын ала қайнатып қоямыз. Қайнаған судың үстінен жаңағы мантымызды қоямыз. Мантымыз қайнап тұрған суда 45 минутта піседі. Табамызды отқа қойып, 100 граммдай сұйық май құямыз. Үлкен бір пиязымызды 4 бұрышты етіп майда етіп тураймыз. Пиязымыз сарғайғанша қуырамыз. Менде мұздатқыштағы тәтті бұрыш. Егер балғын болса, біреуі де жеткілікті. Араластырып аламыз. Томат қоссаңыздар да болады, жалпы қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мен кішкене қостым. Дәміне қарай тұз саламыз, араластырамыз. Үстінен су құямыз. 100-150 граммдай су құйсаңыздар жеткілікті. Мантамыз пісті. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алыңыз. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңағы жасаған подливімізді бетіне құямыз. Кішкене ғана көк пияз турадым. Ас болсын, жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргендеріңіз үшін рахмет. Жасап көріңіздер, ас болсын.